Әсел шипажайында қазіргі таңда асқазан, ішек және өт жолдары мен қант диабетін, одан бөлек буын ауруларын емдеу мақсатында 30-дан астам процедура қарастырылған. Дегенмен ем шараларды бастамас бұрын дәрігер консультациясын алып, тиісті анализдер тапсыру қажет. Ең алдымен әрбір демалушы іш құрылыстары мен кіші жамбас бөліктерін ультрадиагностикалық зерттеуден өткізеді. Сондай-ақ асқазан жолдарындағы ауруларды анықтау мақсатында ФГДС процедурасы жасалады. Әсел шипажайында емнің негізгі бөлігі минералды сауықтыру ванналары арқылы жүргізіледі. Йодобромды түймедақ және теңіз тұзы ванналары қалқанша без аурулары мен ұйқы бұзылуында, тез шаршау және невроз кезінде тағайындалады. Скипидарлы ванна тыныс алу жолдарының ауруларын емдеп, ағзаны шлактардан тазартуға септігін тигізеді. Панта ванналары маралдың қаны қосылатын бұл ванна түрлері созылмалы шаршау кезінде төменгі деңгейдегі гемоглобин мен қан қысымын қалпына келтіруге көмектеседі. Ер азаматтарға қажетті күш-қуат береді. Селен ванналары әйелдердің ағзасын жасартатын қасиетке ие және буын ауруларына да жақсы әсер етеді. Бұл минералды суды сырттай қолдану әдістері, ал іштей қолдану процедурасына ішек жуу, яғни гидроколонотерапия кіреді. Аталған ем шара ішектегі токсиндер тазартады, онымен қоса созылмалы колит, аллергия, тері аурулары, созылмалы гастрит, өт жолдарының ауруы, ұзартылған іш қату, ішек дисбактериозы кезінде көмектеседі.